Енді салауаттың ең мықтысы ол былай. Бұл ең абзалы салауат. Аллахумма солли аля саййиди саадат акмали ахлил арди ва самават. Бұның мағынасы жаратқан ием пайғамбар алейхиссаламға салауат болсын. Саййиди саадат дегені бақыттардың бақыты. Бақыттардың ұйытқысы. Енді акмали ахлил арди ва самават деген аспан жердегі бүткіл толық кемел не бар? Соның ең мықтысы, ең жақсысы осы пайғамбар алейхиссалам деген кезде бұл салауат айтқан кезде дұға қайтарылмайды. Қасына не қоссаң да. Себебі хадис бар ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі айтқан, тірі кезінде айтып кеткен. Бұл дүниеден өткеннен кейін шыққан сөздер емес. Тірі кезінде сахабаларға айтқан. Кімде-кім дұға жасаған кезде пайғамбарды, яғни мені салауатты қоспаса сөздің арасына, ол дұға Құдай тағаланың құзырына қабыл болып көтерілуі, баруы екі талай деген. Сол үшін салауатты қосады. Барлық жерде дұға жасаған адамдар ең соңында Алланың рахметі, пайғамбардың салауаты деп Алла тағалаға мақтау, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтатын себебі сол.